Гүлсім ханым, сіздің өтініші бойынша бүгінгі процеске қатысты айтып кетейін. Шын мәнінде біз қазір Алматы қалалық сотының ғимаратында, осы ғимаратта тұрып, робот пен адамның арасындағы ешқандай айырмашылықты байқамадық. Заң талаптары өрескел бұзылып, апелляциялық алқалық соттың отырысы басталмай тұрып шектелді. Біздің бүгінгі қаралып жатқан процесіміз бұл негізгі жеке сот орындаушысына қатысты емес. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекс бойынша істерді қарайтын сотының судьясы Ботагөз Өмен ханымы шығарған ұйғарымы бойынша. Сол ұйғарымды қарау үшін апелляциялық алқа бар жоғы 20 минут уақыт белгілепті. 20 минут ішінде процесс аяқталу керек екен. Осының өзі апелляциялық алқаның отырысы формальды түрде өтетіндігін дәлелі деп білемін. Өйткені процесс басталмай тұрып, тараптардың кімдер қатысып тұрғаны анықталады, басқа да мәселелер айтылады, соның өзі уақытын бәрін кетіреді. Яғни мына алқалық отырысқа төрағалық етуші мырза өзі де іс бойынша кәдімгідей үңіліп, оны қанша заңбұзушылық орын алды, алмады, сол жөнінде қарауға да мүмкіндік болмайды бұндай жағдайда. Жалпы бізде көптеген апелляциялық отырыстар осындай формальды түрде өтеді. Апелляцияға шағымды не үшін түсіреді? Бірінші сатыдағы соттағы заңсыздықты наразылық белгісі де береді ғой. Бірінші сатыдағы сотта судьяның біліктілігі төмен болғандықтан, басқа да жағдайларға байланысты шешім, ұйғарым объективті заңға қайшы шыққан кезде, ондай жағдайда әрине тарап сот апелляцияға беруге құқылы. Ал апелляция өз кезегінде бұл жерде жан-жақты қарап, азаматтың құқығын қалпына келтіру. Алайда бізді соттар соны білмейді, немесе біле тұра сол бұрынғы қалыптасқан өздерінің тырнақшадық тәртіптері бойынша адамдікі дұрыс емес, мемлекеттікі дұрыс, үкімет тарапынан сөйлеп жатқандікі дұрыс деп сондай шала шешімдер шығаратындар көзіміз жетіп отыр. Мен өз басым Алматы қаласының ауданаралық осы әкімшілік рәсімдік процестік кодекспен қарайтын істерге қатысты өзімше жасаған қорытындым бар. Бір судьяға бірнеше рет осы істер түскен, бірақ әрқайсысында да ол істі толығыменен қарамай қайтару немесе қараусыз қалдыру деген ұйғарыммен тұтылады. Бұның өзі судьяның біліктілігіне күмән келтіреді. Өйткені о бастан іс сот кабинеті арқылы немесе жазба түрде сотқа түскеннен кейін, ол соттың алдына келгеннен кейін соттың біріншіден міндеті ол істі жан-жақты қарап, тексеріп, ол шағым немесе талап арыздан талаптарына сай ма, сай емес пе, содан кейін заң талаптарына сай болғандықтан өндірісіме қабылдадым деп ұйғарым шығарып, тараптарға қай күні отырысы болатыны жөнінде және олардың құқығын түсіндіру, тағы да басқа әрекеттер жасайды. Ол заңда қарастырылған жағдай. Біздің іске қатысты судья істі қабылдайды өндірісіне, заң талаптарына қандай болмасын сәйкессіздікті анықтамайды. Одан кейін бірнеше отырыс өткізеді, оны алдын ала отырыс дейді. Ол алдын ала отырыстарда хаттама жүргізілмейді. Ол алдын ала отырыстарда мына сіздің істеріңіз әкімшілік рәсімдік процестік кодекс талабымен қаралмайды. Сіздер қылмыстық кодекс бойынша шағымдануыңыз керексіздер, немесе азаматтық кодекс бойынша шағымдануыңыз керек деген ондай сөз мүлдем бір ретте айтылған жоқ. Алайда шешімді әкімшілік рәсімдік процестік кодекспен қарауға жатпайды деп қайтарып отыр. Бұл енді барып тұрған заңсыздық, және бұны қалай өткізді судья мен процесті. Бірнеше отырыс болды, ал соңғы отырыста, қателеспесем 4 маусым отырыста. Алдыңғы отырыстарға офлайн сот ғимаратында қатысып отырдық. 4 маусым отырыста сенім білдірген адам Гүлсім Қуандыққызы сот ғимаратында болды да, ал екінші сенім білдірген адам Спан Бақыт Мырза және осы кісілердің өкілдерімен Аспандияр Омаржан Хасенқызы онлайн қатыстық. WhatsApp желісі арқылы. Бұл жерде ерекше атап кететін жағдай. Сот хатшысының, сот әкімшілігінің міндеті сотқа дайындық барысында жан-жақты қамтамасыз ету, сот жүрісін, сот барысын. Егер онлайн қарастырылса,
онда тиісті құралдар бәрі дұрыс екендігіне көздері жетіп отыру керек. Бұл жерде процестің ортасында ешқандай себепсіз түсіндірілмей телефонның қуаты таусылды деп өкілді екінші шағым түсірушіні Спан мырзаны біздерді процесстен ажыратып тастады да судья өзінше процесті жалғастырып ешбір заңгерлік көмексіз қалған Гүлсім Сатыбалды ханымға сұрақтар қойып процесті аяқтап заңсыз үкім шығарды. Бұл ұйғарымның неліктен заңсыз болғандығын біз уәждерімізді келтірдік. Мысалы, қараусыз қалдыру немесе қайтару жөніндегі ұйғарым бұл бағана айтылғандай ол баста қабылданбау керек еді. Бұл жерде қандай мәселеге назар аударуымыз келеді? Әкімшілік рәсімдік процестік кодекспен қаралатын істер ерекше істер. Бұл істер бойынша соттың белсенді рөлі қарастырылған. Мысалы, шағым түсірушінің тарапынан заңды білмегендіктен жасаған бір олқы жерлері болса, соттың міндеті, тікелей міндеті соны жолын көрсетіп, бағыт беру, былайша айтқанда жәрдемдесу. Кез келген бұндай істе мемлекеттік органы, мемлекеттік қызметкердің қандай болмасын әкімшілік әрекетті дұрыс жасамау жөнінде адам шағымданып отыр. Бұл кодекстің негізгі қабылданғанда негізгі мақсаты сол Қазақстан Республикасының азаматын құқығын қорғау. Біз қазіргі күнде Қазақстан Республикасының азаматын мемлекеттің заңсыздығынан қорғайтын жағдайдамыз. Өйткені жан-жаққа қарасақ, адамның құқығын бұзып жатқан бірінші кезекте мемлекет. Бірінші кезекте мемлекеттік органдар. Бірінші кезекте мемлекеттік қызметкерлер. Ал соны реттеп жөнге салатын, заңда көрсетілген мүмкіндіктерді пайдаланып жауапкершілікке тартатын соттардың деңгейін міне байқап отырмыз. Біз өндіріске қабылданады, 3-4 отырыс өткізіледі де, одан кейін біздің сотта қарауға жақпайды екен деп қайтарылады. Бұл мені көрсетеді, бұл соттардың біліксіздігін көрсетеді. Осы жағдайға мен Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының назарын аударғым келеді, Алматы қалалық сотының назарын аударғым келеді. Сот қаншалықты қылмыстық істер жүргізуде немесе азаматтық істер жүргізуде білікті, тәжірибелі болса да, бірақ азаматтық рәсімдік процестік кодекспен қаралатын істер мүлдем басқа. Бұл жерде тағы айта кететін жағдай соттың белсенді рөлі қарастырылған. Яғни қандай болмасын қайшылық болса, қандай түсініспеушілік болса, сот сол күмәндердің барлығын шағым түсіруші азаматтың тиімді жағын қарастыру керек. Құжаттар жеткіліксіз болса, құжаттарды қосымша талап етуге сотқа мүмкіндік берілген. Біздің іске қатысты жеке сот орындаушысы Ектөков мырзаға судьяның тарапынан бірде-бір сұрақ қойылған жоқ. Біз оның әрекетіне қатысты шағым түсіріп отырмыз, ал сот оған ешқандай назар аудармай, керісінше мына талап қойып отырған, шағым түсіріп отырған тараптың құқығын бұзып отыр. Дәл осы судья қараған үшінші іске қатысып отырмын мен. Енді кейбір істер болады, саяси астары бар істер. Оны енді қалай қарасаң да оны шешілмейтін біз білеміз, оны көзіміз жетіп. Қайсы судья? Бүгінгі судья ма или Ботагөз мен алдыңғы судья? Жоқ, мен алдыңғы судьяны айтып отырмын. Судья менің судьяным. Иә. Ал соның өзінде заңсыз шешім қабылдап отырғандықтан жеке шағымға уәждерімізді келтіріп, заңға сүйенген жерлерімізді көрсетіп, нақты өзіміздің қосымша дәлелдемемізді ұсынып, өтініш хат түсіріп, куәгерлерді сұрауды талап етіп жүрген болатынбыз. Алайда осының бәрін айтуға толық мүмкіндік бермеді. Неше қайтара сөз бөлініп, судья өзінің бұл істі ерекше жылдамдықпен қарап бітіре салғысы келгенін көрсетіп, біздің уәждерімізді толық кеңінен айтуға жеткізуге мүмкіндік бермеді. Соттың сол 20 минут уақыт бөлген екен. Сол 20 минуттың басым көпшілігі журналистпен салғылашу болды соттың тарапынан. Бұл апелляциялық қалқаның формальды түрде жай ғана әйтеуір бір саты ретінде белгі қоя салатын құралға айналғанына дәлел болып отыр. Яғни осы кәдімгі ойландыратын жағдай жоғарғы соттың назарына, мемлекет басшылығының назарына судья шығып, және етуге бір болар-болмас кеңесу бөліміне деген тырнақшадағы бір 30 секундқа кіріп шығып,
дайын шешімін оқи салады. Істі қарамайды, таныспайды, түсінбейді. Енді көптеген процестерде куә болдық қой. Судьялар процеске дайындалмайды. Сондықтан осындай заңбұзушылықтарға жол берілгендіктен маған сенім білдірген Гүлсім Қуандыққызы сотқа қарсылық білдірді. Қазір біз сол қарсылықты өткіздік. Кеңсе арқылы, сот кабинеті арқылы өткізіңіз деп отыр. Сот кабинеті арқылы ол басқа бөлек әңгіме. Өзі неше жыл болды, тағы да миллиардтаған қаражат бөлінсе де сот кабинеті жұмысы сын көтермейді. Дұрыс істемейді дейсіз ғой. Ашылмайды сот кабинеті. Бір құжат жіберу үшін сағаттап немесе таң атқанша отырамыз. Оның материалдары, іске қатысты материалдар көрсетілмейді, алдын ала шақырту жіберілмейді. Мына Алматы қаласының коллегиясының жұмысына үлкен наразылығымыз бар. Өйткені тіркелгеннен кейін хатшылар хабарсыз кетеді, сайтта көрсетілген телефон номерлары белгісіз, жауап бермейді. Кімге хабарлассаң жөнін айтатын адам таппайсың ғой әйтеуір. Сонда адам қалай құқығын қорғау керек? Қазіргі сәтте біз керісінше Қазақстан Республикасының азаматын мемлекеттен қорғауымыз керек. Мемлекеттік органдардың заңсыздығынан. Осыны жан-жақты қарап, осыған бір қатысты бір дұрыс шешімдер қабылдану керек. Жалпы мына сот корпусында істеп жатқан судьяларды сапасына мән беру керек қой. Осы қазір Қазақстан Республикасының атынан әділеттілікті орнатады деген адамдардың сапасы қандай? Білімділігі қандай? Олар осындай мантия киюге, осындай сот деген үлкен атаққа лайық па? Осыны қарау керек. Қалай қадағалауға болады? Осыны қалай тазартуға болады? Жалпы сот корпусын тазарту керек. Яғни бізде заңда қарастырылған көптеген жағдайлар жай ғана формальды түрде іске келгенде дұрыс шешілмейді. Мысалы, мына кодекс, әкімшілік рәсімдік процестік кодекс жақсы кезінде ниетпен жасалған нәрсе дұрыс жұмыс жасамайды. Бұл кісілердің негізгі жұмысы осы мемлекеттегі, біз мемлекетте болып жатқан заңсыздықты, жемқорлықты, Қазақстан Республикасының азаматын қорлауды заңдастырып беріп отырған қазіргі сот корпусының жағдайы осындай.